Сәлем достар. Кейбір адамдар басқаларына қарағанда ерекше болып көрінуі мүмкін. Алайда оның сыры жай ғана еңбекқорлықтарында. Ал бүгінгі видеодағы кейіпкерлер өз еңбекқорлықтарымен біраз жетістіктерге жеткен. Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы бүгін әлемдегі ең күшті болып саналатын адамдарды көрсететін боламыз. Масааки Икимияги. Сенсей Масааки Икимияги Жапонияда ғана емес, бүкіл әлемдегі карате жанкүйерлерінің құрметіне бөленді. Сенсейде бұл қабілет туа біте пайда болған жоқ. Оның туылған жері қылмыстың шиеленіскен ортасы болатын. Әрі ол өз құрдастарынан әрдайым төмен болатын. Бір күні жас Икимияги каратемен айналысуға шешім қабылдайды. Әрі осы шешім арқылы ата-анасын уайымдатуды тоқтатады. Ол жаман жолға түспей, өз күшін жақсы жолға пайдалана білді. Бұл кадрда сенсей әрқайсысы 1,5 сантиметр болатын 5 ағаш тақтайды қатар қойып сындырады. Керим Дойгу. 2017 жылы Керим Дойгу бір аяқпен 1 минутта 65 бейсбол таяқшасын сындыру бойынша жаңа Гиннестік рекордты орнатты. Егер байқасаңыз, бұл шоуға көмекшілер де қатысуда. Қираған таяқшаларды жинап, орнына жаңасын орнатудың өзіне әрең үлгеруде. Мұхаммед Рашид. Қолыңызды балғамен ұрып алған кезіңіз болды ма? Мұндай сезімді досың түгіл жауыңа да тілемессің. Бірақ бұл сөздің пәкістандық Мұхаммед Рашидке ешқандай да қатысы жоқ. Ол 1 минутта шынтағымен 77 қаңылтыр ыдысты қиратты. Оның мықтылығы соншалық, ыдыстың ішіндегі газ алған сусын көрермендерге қарай шашырай бастады. Видеодан көрермендердің бірі қолшатырмен қорғанып жатқанын көруге болады. Бірақ мұнымен біткен жоқ. Мұхаммед Рашид мықты қолмен қатар темірдей қатты басқа да ие. Міне, осы қасиеттері үшін пәкістандық азамат Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. 1 минутта ол 212 грек жаңғағын бір қолмен шағады. 1 минутта басымен көк кокосты және 49 қарбызды жарады. Бұл қасиеттермен оған қару-жарақтың керегі жоқ сірә. Достар, видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сізбен бірге болған дұрыс қадам арнасы. Келесі видеода кездескенше.